Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Сәбит Мұқановтың туғанына 125 жыл толуына орай қазақ әдебиетінің мақтанышы атты слайд көрмені ұсынамыз. Сәбит Мұқанов 1900 жылы 26 сәуірде қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Жаманшұбар ауылында кедей отбасында дүниеге келген. 7 жасқа толғанда әкесі Мұқан қайтыс болып, 8-ге аяқ басқанда анасынан айырылады. Сөйтіп жастайынан жетім қалған бала Сәбит ағасы Мұстафаның қолында қалады. Сәбит Мұқанов 1918-1919 жылдары Омбыдағы оқытушылар курсында білім алды. Сәбит Мұқановтың алғашқы өлеңдері мен поэмалары, мақалалары мен әңгімелері 1917 жылдан жариялана бастады. Сәбит Мұқанов 80 мың жолға жуық лирикалық өлең, 20-ға тарта поэма, бірнеше повесть пен роман, көптеген әңгіме, очерктер, 10-нан астам пьеса, жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар, қазақ ақын жазушыларының шығармаларын талдайтын монографиялар, қазақ мәдениетінің тарихы мен этнографиясы туралы зерттеу еңбектер және тағы басқа кітаптар жазып қалдырды. Сәбит Мұқанов 1973 жылы 18 сәуірде Алматы қаласында қайтыс болды. Келесі кезекте кітаптарға тоқталатын болсақ, Сәбит Мұқановтың 1931 жылы Адасқандар романы автордың проза жанрындағы тұңғыш көлемді туындысы болуымен қоса, кәсіби қазақ прозасының да бастауы іспетті сүйікті туындыларының бірі. Сәбит Мұқановтың 1928 жылы «Сұлушаш дастаны» кітабында өлеңмен жазылған трагедиялық романы «Сұлушаш дастанында» ғашықтық, махаббат мәселесін көтере отырып, әлеуметтік мәні зор түйіндерді толғаған. Сәбит Мұқановтың «Жарық жұлдыз» кітабында кемеңгер ақын Абай Құнанбаев туралы көлемді монография, бірнеше зерттеу еңбектер жазған. Сондай-ақ жазушы абайтану мәселелеріне, ақынның ата тегіне, өмірі мен дүниеге көзқарасына, поэтикалық шеберлігіне тоқталады. Қазақ әдебиетінің классигі Сәбит Мұқановтың 120 жылдық мерейтойына орай шығарылып отырған көп томдық шығармалар жинағына Қазақстанда кеңес өкіметі орнауының тарихи әлеуметтік себеп салдарларын жан-жақты, сондай-ақ еліміздің қазақ төңкерісіне дейінгі тұрмыс тіршілігі қамтылған. Тұрсынбек Кәкішұлының Сәбит Мұқанов кітабы бұл еңбегінде бүгінгі өскелең ұрпаққа алып тұлғаның қилы заманы мен қиян тағдыры туралы баяндалады. Құлбек Ергөбектің Келбет кітабында жазушының азаматтық тұлғасын, қаламгерлік мәртебесін жаңа қырынан қарастыратын жинақтау және талдау мәнерінде жазылған.